бала ертең бірінші классқа барғанда да өзі тапсырмасын орындай алатын жетеді деп осылардың бәрін айту керек та. Возражение деген осы. Бастауыш мұғаліміне беріп сүйреп жүресіз, немесе бізге бір жыл келіп сіз жаңағы баланың дамуын өсіріп аласыз. Бала өзі миы дамыған бала ол өзі тез қабылдайды. Кез келген сабақты оңай. Жан-жағымызды зерттеп алуымыз керек тоже бағаларын. Мен даже болған өзімнің баламды орталықтарға барып диагностикаға ата-ана ретінде барып көрген. Қалай сөйлейді маған? Даже менеджерін қалай күтіп алады? Қалай сөйлейді, қалай подход жасайды ата-анаға. Клиент қой енді, мен клиентмен бәріне қараймын. Сондықтан да диагностикада мен айтатыным, мысалы бала келді, жұмыс істетіп отырмыз, біздің бірінші жаттығуымыз балаға диагностикада бояу береміз да, мен ертегі оқимын. Солай басталады диагностика. Сол кезде баланы қалам ұстағанына дейін мән береміз. Мысалы бала дұрыс ұстамай, бояған кезде қарындаш ұстағаннан білінеді. Опа, қаламды дұрыс ұстамайды екенбіз. Қаламды дұрыс ұстаумен жұмыс істеуіміз керек. Әрбір детальға дейін мән беріп тұрсаңыз, ол клиент сырттан бақылап отырады. Мына кісі мен балам қалам дұрыс ұстамайтын да біліп отыр. Мықты мұғалім екен деп ойлайды. Уже плюс. Сосын ертегі оқимыз ғой, мысалы, 6 жастағы бала немесе 5 жастағы кішкентай бала келді. Сен боя, мен саған ертегі оқимын. Сосын мен сұраймын сенен, сондықтан мені бояп отырып, мұқият тыңдап отыр деген кезде жақсы дейді, бірақ ол кішкентай балалар қалам сапырылыстырып ана бояуға кірісіп кетеді. Түрлі түсті қарындаштармен қабылдай алмайды. Сол кезде мен өзім ертегімді оқып тұра берсем, ана бояй берсе, екеуміздің арамызда контакт болмай қалса, уже ата-ана түсінеді. Мысалы, мен мұғалімі ғой. Сондай мықты бір ата-ана келеді да маған мұғалім. Немесе мен зерттеп отырған жаңа өзім секілді. Мен уже айтамын. 2 минуттан асып кетті. Әлі баламен ешқандай контакт болады. Демек ол сабақта өзімен өзі сөйлей беретін мұғалімдер бар ғой. Өзі сөйлеп бәрін түсіндіргіш дейді, бірақ баламен контакт болмай қалатын. Мен қараймын баланың іс-қимылына, көзіне оқып отырып қарап отырамын. Баламен мүлде қабылдаған жоқ. Мен тоқтатамын, қабылдап жатқан жоқ. Жақсы, ары қарай ертегіні оқымаймыз, өйткені байқап тұрсыз, бала мені қабылдап жатқан жоқ. Иә, 2 сөйлем оқысам да айтамын, мысалы, Амина, давай, мен не туралы оқып жатырмын, айтшы. Неше көбелек болды ертегіде дегенде, уже менің бастапқы 2 сөйлеммен жауап бере алмай қалса, уақытты өткізбей осы жерден тоқтатамын. Пока бала бір нәрсемен айналысып отырмын да, екінші ақпарат қабылдаймын. Демек, ол мектепке барғанда сумкасынан кітаптар, дәптерін алып, балалар математика сабағы басталды, ашыңдар деп дәптер, қаламдар реттеп жатқанда, ол жаңа сабақты түсіндіріп бастап кеткен мұғалім мүлде тыңдамайды деген сөз. Зейіні бірақ жақты деген сөз. Біз соны дамытуымыз керек. Біз баланы мектепке дайындап жатырмыз. Бала есеп шығарып отырғанда партада, немесе жаттығу жазып отырғанда, жұмыстанып отырғанда жазбаша, ол бір құлағы түрулі болу керек. Мұғалім не сөйлеп тұр? Мұғалім 40 минут сөйлеп тұрады. Тапсырма беріп жатады, сөйлеп жатады, біреуге не қылып жатады, түрулі болу керек. Осы дағдыны қалыптастыру үшін мен жай ғана маған қарап тыңда деп айтпаймын, бояп отырып тыңда деп. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін керек бұл жаттығу. Әрбір жаттығу тектен-текке жасалмаған. Оны айтамыз қазір. Сол уже жаңағыдай баламен қарым-қатынасыңыз белсенді, коммуникация бәрі күшті болу керек диагностикада. Жақсы. Диагностика бойынша сұрақ бар ма? Видео сабағын көрдіңіздер. Мен өзім маман емес қой, мамам бар астында. Бастауыштың мұғалімі, ағылшын бәрін мұғалімі орталықта. Мен, получается, қазір мынаны оқып үйренуім керек, чтобы менің мамам не жасап жатыр да. Мен мамам үйретемін. Негізі диагностиканы ата-анамен сөйлесіп, ата-анада возражение жауап алатын четкий адам жасай алу керек. Сабақ өтпесе де ол. Сіз жасай аласыз ба? Саталады. Бір сөзбен айтқанда мықты саталатын адам. Сіз педагогсыз ба деп сұрай ма менен деп. Жоқ, мен осы орталықтың жоқ, диагностиканы жасайтын адам педагог болу шарт емес. Иә, мен өзім орталығымда да жас қыздарды, педагог емес қыздарды қойып қойдым. Күшті барлық сұраққа жауап бере алатындай дайындап қойдым, оқытып. Сол жерде сіздің жүрегіңізден салынған дүние ғой. Сіз сол жердегі ата-ананың жүрегіне орын алып, кем тобыржым сіз отырып, сіз таңдап қалу үшін диагностика алып мамандарға жіберіп отырсам да. Иә, сондай. Мен өзім аламын. Енді жақында ұстаз алдым, 4 ай болып, бұл кісіні дайындаймын. Бұл орталықта тастап кетсем, көп бала болса, екеуіңіз екі жақта дайын жасай бересіз. Ала берді, мен жоқ болсам, спокойно алады. Тоже. Дайын видео сабақ бар, соны көрсетесіз, міне айтасыз, ала береді. Значит, маманды үйрету маған тоже не ғой, дұрыс қой. Дұрыс, нормально. Жоқ кезде ала береді. Иә, дұрыс. Иә. Мысалға, баланың диагностика алып жатқан кезде бір ата-анасы байқамайды ғой баласының ЗПР болған, болмаса расстройство, соны прямо сол диагностикада айту керек па, или кейін баланы саған әкеп алғаннан кейін айту керек? Диагностика уже жасалмай, ана бала жұмыс істемей қойса,
диагноз бар екені көрініп тұр ғой енді. бірақ ата аналар мойындамайды, өз баласын байқамайтындар бар ғой мысалы. Көп қой қазір. Мен ондай баланы бірден бас тартамын. Егер немесе индивидуальный қалам жекеге, но топпен алып қабылдауға бас тартамын. Бір рет мынандай жағдай болды. Олар бірден келіп айтпайды ғой, ата аналар келеді, диагностикаға жазылады, отырып, сонымен ал давай мына бойы ғой, қарындашты алып, мен саған ертегі оқимын деп отырып, мына қарындашты алып та мына жеріме тарс еткізіп, үшкір несімен қолымды иә мына жеріме кіргізіп жібереді. Уже білдім ана бала неадекватный бала екенін. Сосын жақсы, өзін дұрыстап отырған жоқ, мені мүлде мұғалім деп қабылдап тұрған жоқ. Жақсы, онда бұны жасамаймыз. Бір-екі жаттығу жасап көріп едім, ана мүлде жасаған жоқ. Сосын онда мен орталыққа сіздің балаңызды аламаймын. Егер алу керек болса, онда жеке өзімен жұмыс істейміз, топпен болмайды уж. Біріншіден жаңағы басқа балаларға қауіп келтіру мүмкін, және мұғалім сабақ өтіне кетер болады. Қаласаңыз индивидуально. Мысалы, диагностика жасалмағанда мен ол баланы топқа қабылдап қоюым. Өйткені ата-анасы қанша төлеуге де дайын болып тұр да, мен топқа қабылдап қоюым керек болды. Көрдіңіздер ме? Сол үшін индивидуальныйға келсеңіз ол сағатына мынанша теңге. Бірақ мен мұғалімдердің уақытын көремін қазір. Қай мұғалім бос деген сияқты солай жасаймыз біз. Ал енді ЗРР болатын болса, ЗРР деген кезде сөйлеуі, иә, мысалға сөйлеуге проблема, бірақ бір бала болды бізде бүйрегінен бірнеше операция жасатқанда. Вот сол. Енді бұл жерде мұғалім көп энергия жұмсайды. Жаңағыдай болатын болса, бір балалар бар, топта отыра береді, просто мүгедектік дейді ғой, операция жасалып, сыныптан қалып, ауырып, деңгейі төмендеп, бірақ тыңдайды, отырады, денсаулығы жоқ. Ол топпен отыра береді. Ол 5 жастағы сынып, бірақ біз оны 2-ші сыныппен отырғыздық та, өйткені деңгейі сондай болды. Осының барлық диагноз. Ата-ана келсе болды, главный жаңа клиентіңіз риза болып, маған балам әйтеуір әріп үйреніп, жазу үйренсе болды. Осының бәрі диагностикада шешіледі. Сондықтан диагностика ата-ана қандай деп жатыр, кім бала, мен баламды диагностикаға жаба бересіздер ғой. Жақсы, ертең диагностикаға келіңіз, диагностикаға келіңіз. Бүкіл проблема сол жерде шешіледі. Жақсы? Қабылдай аласыз ба, топқа қабылдай алмайсыз ба? Даже ата-ананың кейбір проблемды екеніне қарап, мен кейде әдемі жол қоштасатын кездер болды, диагностиканың өзінен. Жазу бір нәрсесіне егенде жұмыс жасамаймыз да, біз психология, логопедия жағынан жасалады да, сонда мен, например, көрдім, бақыладым, мен сразу осы орталықна неге сабағына да қойып, еще логопедия, дефектологына да жібере аламын ғой. Күшті, сізде бәрі бар. Бәріне жабасыз. Жаңағыдай ғой, сізбен коммуникация жасап, диагностикада түсініп, соңына дейін отыра алған, иә, кері байланыс жасай алған бала болса, ала бересіз. Ала бересіз. Бірақ мен уже отказ бердім. Өйткені ол баланың мамасы мойындамайды. Жоқ, ол баланың күшті телефондағы ойынды сізмен тыңдаңызшы деймін да, ол баланың сөйлеуі кеш шықты деп тұрсыз. Сіз атын кім десең, 7 жасар бала жарылғас деп, 3 жасар бала сияқты айтып тұр деймін да, баланы шығарып жүрдім да, айтып мамасына. Сіз мына баланы тексертіңіз, сіз бұны невропатологқа апарыңыз, детский невропатологқа апарыңыз, не үшін бұлай деп. О, жоқ, ол денсаулығы жақсы больница. Жоқ, невропатолог деген басқа деп. Әрең көндірдім ғой мамасын. Сіздердің қазір бізге келді, бізде арнайы бір техника жоқ болса да, ол мысалы бір класс, бір жыл бойы әрпін білген балаға біз 12 әрпін үйретіп жазды, әдемілік жазды. Сол бала ма? Сол балаға 12 әрпін. Онда ала бересіз ғой? Оқыттық дедім да. Енді сіздердің бірінші денсаулық маңызды баланы тексертіңіз, ары қарай сіз төлей бермей ақшаны, сосын алып келіңіз бізге деп. Прогресс жай жүретін, уже сіз жауапкершілік алмайсыз, ол балаға айтасыз. Басқа балалар сияқты емес, көріп тұрсыз, мен прогресс өте баяу болады. Егер ата-ана қарсы болмаса, оқыта беріңіз. Иә, айтасыз. Гарантия бермеймін дейсіз. Гарантия бермеймін. Үйреткенге болмайды, жаздырамды, жазып отырып, неше жазасың, сонша рет айтамын. Миында нейрондар қалыптассын деймін ғой. Деп, сосын мысалы 3 әріптен тұрса, соны р, у деп айтып отырасың. Сөйтіп алып қайта түсірсің. Бірақ ол баланың проблема тек интеллектісінде болып тұрған жоқ қой. Оның эмоционалдық, психологиялық бүкіл қабатында болып тұрғаннан кейін, сіз тек интеллектісін үйретсеңіз, ол бір ғана болып қалады да. Сіз мынау үйрену керек, сенсорика кету керек, ми жаттығу, зейін, енді сіз мына жаттығулар міндетті түрде жасау керек та. Сондықтан ол уже тек қана ол жерде әріп сан жазу деген болмайды. Методика керек. Тексерткен, енді мұрны да бүйтіп, нетіп отыратын бітірші бар, тазартып сөйтсем, басында өскін бар. Сол басында өскін бар болып көрген бұл баланы.
соны апарып тексеріп берген мамасы. Мама содан кейін хабарласты, бірақ мен апасымен байланыстым да. Апасынан сонымен баласында өсті бар. Енді жазып кетсін деп. Бір айдан кейін жіберді ғой, бір айдан жіберді баланы ше. Қиын. Енді мен өткен ойланып істеп кеттім да, мына баланы оған қарамаған. Әке-шешесі жұмыста апасына барып тастаған, тілі де кеш вообще сондай. Сонымен енді мен апардым денсаулық білеміз, миды тексертіп өттім да. Арнайы дефект болып мектепте тексеретін еді негізі біз. Мен мысалы Алматы қаласында да істедім, мектептің ескі жақта істегенде кәдімгі комиссия келіп мектепте балалар тексеруден өткізеді. ЗПР балалар бар, мысалы анықтайды, оған арнайы программа береді, оқытатын. Содан кейін ол бала оқытын етсе ЗПР-ді снимать ететін, мысалы комиссияға апарып. Енді мектепте неге қарамаған баланы? Қазір жауапкершілікті біреуге емес, уже болды. Көріп тұрсыз ғой, значит, ата-ана алатын. Өзі негізі ата-ана баласын жауапкершілігін алу керек заман болды. Қазір мектепте мұғалімге де сене алмаймыз. Ешкімді кінәлай алмаймыз. Тек әркім өз жауапкершілігі алатын. Иә, ол жылдан жылға кеше Гүлнұр апа екеуміз жазып отырып, больницаның білім бөлімінің бәрінен данныйларын алып, Гүлнұр апа мысалы Жаркент ауданы, Панфилов ауданы бойынша Жаркенттің өзінде 700 бала мүгедектікте, 131 бала аутизм ба неме? 171 бала инклюзив бала, оның мынаншасы бір ауданның өзіне 33 аутизм, ол тіркелгендері ғана. Тіркелгендер. Жаңағыдай мойындамайды, қаншама ауылдағылар білесіз жағдай. Жаңағыдай ата-аналар өзін-өзі алдап жүрген. Вот сондықтан да ол еще сол менің өзі айтып жатыр, жылдан жылға өсіп жатыр. Өте береді бұдан кейін. Үлкен орталық бар, бұл кісі вообще бүкіл балалармен жұмыс істеп көрген үшін. Кішкентай балалардан. Яғни ол жағынан бәріңіздің тәжірибеңіз бар ғой енді. Алмай қойын десең, бір жыл бұрын кезеді. Дайте ана уақытты тиімді пайдаланайық. Кеттік екінші мектепке дайындық. Диагностика бойынша сұрақ бар ма? Сіздер қазір алатын нәрсені ақпараттардың бәрін алыңыздар, сосын сұрақ, обсуждение арасында үзілістен істейміз. Практика барысында кездесе береді, сол кезде неден сабақ болсын. Яғни қымбат деген возражениені жаба аласыздар, иә? Айтасыздар, бізде арнайы методика бар, мен жұмыс дәптерін арнаймын, және мен балаңызға индивидуальный подход жасаймын. Жақсы. Әке папамызбен ақылдаса, бізде үйде ақшаны беретін папасы деген секілді жауапкершілік папасын артық қойса, қалай жабамыз ол возражениені? Бұл да возражение кәдімгі. Бұл да возражение. Сіз күшті жасап бердіңіз, ұнап тұр, жарты сағат уақытыңызды арнадыңыз, сіз жақсы ақылдасып берейік деп кетіп қалады да. Орын алып қойыңыз. Бірақ на самом деле білесіздер, үйде шешім қабылдайтын әйел адам по-любому. Әке ақша береді. Сол ғой? Ақшаны өзі келтіреді ғой. Иә, ол табам деген әйел адам табады. Мен бірінші нем қарсы. Орын алып қойыңыз, 5000 теңге болса, 10 теңге. Предоплата алып қаламыз. Предоплата алып қалу өте маңызды. Қалған жер ол қайтып береді, сосын ол предоплата қайтарылмайды. Предоплата байлап қою клиентті. Несі сапасы жақсы. Менің орныма басқа адам келіп алады, оған ең Иә, сосын топта сіздің осы топта мысалы бір-ақ бала как раз или екі-ақ балаға орын қалып тұр деген секілді қысу, офермен қысу деген нәрселер өте маңызды. Болмаса қыстан кейін жаңа жылдан кейін бағасы тағы өседі. Или солай деген сияқты. Вот жаңағы әкеме деген кезде қабылдамаймын деп, осы сентябрь октябрьда қабылдап жүр. Сосын ол басқа аймақтардан қабылдамаймын. Уже иә, сіздің өзіңіздің условияңыз бар четкий, иә? Одан кейін мысалы мен бүйтіп айтамын. Мысалға біз үйде перден жаңарту керек болса, или бірдеңе алу керек, үйге продукт алу керек болса, мен ақылдасып отырмайсыз ғой. Жолдас, сіз айтасыз проблема. Жолдас ақша төлейді. Мысалы, шынымен керек екен, үйдегі жағдайды қай жерде қалай, сіз айтып сол секілді балаңыздағы міне тревожный жағдай деңгейі қалып кеткен. Мысалы, бір сыныпқа, екі сыныпқа осындай болып тұр. Әлі дұрыс оқуды білмейді. Сіз ер адам міндет негізі ақша төлеу. Сіз ол бәрін ойлана бермейді. Четкий айтсаңыз, сіз ғой жеткізетін деймін да. Міне диагностиканы апарыңыз, айтыңыз. Төлейік деп шешімді негіз біз ғой қабылдайтын, ол тек бізге ақша береді деген сияқты нәрсе. Жауапкершілік. Тура осы сөз айтып, папамыз ойланайды, папамыз біз өсек деп. Ойлап қой, кескене қойшы, кесапат бір екен деп сөйтіп отырмын ғой. Сізді жажыған ғой бір сағаттан кейін. Біз келетін болдық сізге. Предоплата ұстап қаламыз. 2000 болса да предоплата алып қаламыз. Уже договор толтырамыз ба? Ата-анамен? Жоқ. Договор толтырамыз. Келіп бірінші сабаққа төлеген екен. Ауызша айтамыз, предоплата қайтарылмайды. Иә, предоплата алып қалыңыз. Разница жоқ қой, мен келмегенсе келмей қойсам. Негізі платный диагностикаларыңыз жоқ, бесплатно. Иә, диагностика тегін. Мысалы, бұл кісі мысалы сентябрьде алады да топ қылып неге дейін бірақ апарады.
жаңағы майға дейін апарады как мектеп қой. мектепке дайындық қой Налевой бұл класс, кісінікі мектеп налевой класс. класс, иә сондай да формат. Просто әрқайсыңыздікі әртүрлі. Бұл кісі уже өзінің четкий несін тауып алған кісі ғой, методикасын, қалай подходын. Иә. Ал енді мен де мысалы четкий тауып алдым ғой. Мен өзім четкий өзімнің орталық. Бесплатно болған басында. Иә, мен бізде орталық көп, конкурент көп бұл салада мектеп. И мен еще білем, маған диагностикаға келген ата-ана 100% төлейтінші. Мен мақсатым диагностикаға дейін шақырып алу ғой ата-аналарды. Иә. Бағасын шек диагностикаға келші, тек диагностика жасап беремін. Енді бұл жерде мен білем. Бір күн тегін сізге бір күн тегін бала таңдау керек. Ұнай ма бұл орталық, ұнамай ма ұстаз ұнатамын, ұнатпаймын, сіздің балаңыз таңдайды ғой. Мен айтып реклама жасаған пайда жоқ. Сіздің айтқан ойыңыз маңызды емес, бұл жерде бала маңызды. Диагностиканы платный жасаған кейін бір күн мысалы бір пробный сабақ тегін деген сияқты ғой бәрібір. Түсінікті ма? Мысалы біздің диагностикамыз ол как пробный сабақ. Былайша айтқан кезде солай кетеді. Жақсы, кеттік. Все, фокус. Мектепке дайындық. Мектепке дайындық деген курс бар бізде. Сіздер кез келген пәннің мұғалімі болсаңыздар да, бастауышқа осы уақытқа дейін берсеңіздер де, бермесеңіздер де, бізде мектепке дайындық курс бар. Яғни сіздер мына жүйелі кітаптармен, методикамен баланы мектепке дайындай аласыздар. Кеттік. Мектепке баратын балаға не керек? Қандай дағдысын дамыту керек бірінші? Оқу, санау, есеп, яғни және жазу дағдысын қалыптастыру керек, иә? Мектепке баратын балаға оқу, санау, жазу керек. Ең бірінші осыны үйрену керек. Және ми жаттығулары бізде жұмыс тәптері бар. Енді басқа 7-9 жас, басқа жастағы балаларға қарағанда біз мектепке дайындық курсының форматы басқаша. Және кітаптары да басқаша. Бұл жерде мына кітаптарды сапырылыстырмаймын. Тек қана осы мектепке дайындық тобына келген балаға мен оқып үйренемін, санап жазып үйренемін және жұмыс кітаптері 5-6 жасымен осы 4 кітаппен жұмыс істеймін. 5 бала отырады топта. 5-6 жастағы балалар міне 4 кітап. Мына өзінің әр баланың жұмыс кітаптері мені дамытатын. Сосын оқып үйренемін, бірінші бөлімін аламын, екінші бөлімін пока қоя тұрамын, санап үйренемін, жазып үйренемін. Міне. Болды, осы үшеуін қоямын да ата-анаға, жаңа диагностикаға да айтамын мен сразу. Мектепке дайындық курсына келіп отырған ата-анаға айтамын. Курстың ақшасынан бөлек мына 3 кітапты сатып алуыңыз керек. Осылай кітап кейінде шығарып айтамын. Өйткені мен осы жүйелі методикамен жұмыс істеймін. Мына үшеуі 2,5 теңгеден 7,5 теңгеге сатып аласыз. Өйткені үйде өзі бояй, жасайды, өзінің дәптері болады. Ал мына жұмыс дәптері курстың ақшасына кіреді. Мен оған мынандай жұмыс дәптерін арнаймын. Бұл орталықта қалады. Бұл жерде баланың журналы бар. Мен бір айдан кейін Алиханның деңгейі қандай болған сізге көрсетіп отырамын. Журнал бар. Түсінікті ғой, иә? Енді 5-6 жас жұмыс дәптері. Енді бізде 1,5 сағат менің орталығымда. Сіздер өздеріңізге ыңғайлайсыздар. Мен өзімдікімен айта берейін, тәжірибеден өткен түрінде. Сіздер өздеріңіз қалай ыңғайлайсыздар. Мен 90 минут 1,5 сағат деген 4-ке бөліп аламын. Бастапқы 20 минутына баланың миын дамытамын, одан кейінгі 20 минутта оқып үйретемін, одан кейін 20 минут математикасы, одан кейін 20 минутта каллиграфиясымен жұмыс істеймін. 80 минут болды. 10 минут плюс-минус істеймін алады. Бірінші миын оятып аламын. Мына ақпараттарды қабылдау үшін баланың миын оятып аламын. Одан кейін оқытам, санатам, жазғызам. Немесе оқытам, жазғызам, санатам, бәрібір. Мысалға, сол 20 минуттың ішінде мысалға бала сол жазу, көркем жазу бересің ғой, жазып бітпесе үйге береміз. Күтпей келесіге өте беру керек. Үйге мына дәптерді сатып алды ғой ата-ана, ол өзінің дәптері ғой. Сондықтан да мен үйге беремін. Бұл балалар не үшін бұл дәптерлердің кітаптарын сатамын? Өйткені бұлар үлгермейді 1,5 сағатта. Баяу қозғалады, олар сондай ғой. Мысалы мен бүгін ЛДБ-сінің әрпінің мына жартысын сыныпта 20 минутта жазғызсам әр балаға, мынаны үйге жазғызам. Сол үшін мен үйге беремін тапсырма. Мысалы математикада мен өттім есептерді. Сосын бұл жерде мысалға оқып үйренемін кітабын алайын, сабақ-сабақпен бөлінген, е? А деген бүгін дыбыспен танысамыз. Ол жерде 5-6 тапсырма бар. 20 минутта мен мүмкін үлгермей қалдым. Мен уже біліп тұрым керек. Мынаны үйге беремін. Мына тапсырма, мына жазуды үйге беремін. Сыныпта уақыт кетірмеу үшін. Мынаны 1-2 жазамын да үйге беремін. Қалған мыналарды өткіземін. Оқытамын деген сияқты түсіндіремін. Осылай мынаны бояуды үйге беруге болады мысалы. Яғни үйге беретін тапсырманы үйге беріп, қалған сыныпта орындатамын. Мына өзінің дәптері. Дәл сол секілді санаймын. Өзі істей алады, бояйды дегендерді үйге береміз. Жақсы? Көрсетеді. Иә, осылай. Сондықтан ол кішкентай балалардың 5-6 жастағы мектепке баратын балалардың ұзақ мерзімді есте сақтауы әлі қалыптаспаған. Долговременный память дейді ғой. Олар иә, қазір күшті түсініп отырған сияқты болады да, бүгін дыбысын, жақсы болды бүгін сабан түсінсің ғой, ертең қайтып келгенде қайта мақау болып кеше өткен ұмытып қалады. Тез ұмытып қалады олар. Иә, ойын баласы ғой.
қазір естен шығып ойнап кетті, ол болды, ұмытып кетті. Саналы түрде мен оқуым керек деп адам қай кезде оның ақпарат ана ұзақ мерзімді есте сақтауын ары қарай өтеді, ол саналы түрде қабылдаған кезде ақпарат. Біз үлкендер не үшін біз саналы түрде оқу керек, білмау керек деп сіздер келіп отырған екен, бұл ұзақ. Бала ондай емес. Ол түсініп тұрған жоқ білімнің оған керек екенін. Келді, ұнап қалды сіздің тапсырмаларыңыз, ойындарыңыз күшті, ойнады, кетті, болды. Түсінікті ма? Сондықтан да оларға барынша ойынмен және жиі қайталату. Үйде міндетті түрде мынаны ата-аналарға айтамыз, қайталаттыңыздар, мен оны тапсырма бердім. Жақсы. Сол үшін оларға көп қайталау керек. Аз-аздан, бірақ жиі қайталатып отыру керек. Жақсы. Мектепке дайындық. Енді бірінші әліпбиге керек. Мына бізде сауат ашу жалпы әліпби кітаптары бар, иә? Жалпы бар ғой енді рынокта, нарықта. Мектептің бағдарламасы бар, сауат ашу бар, жасыл әліпби деген кітап шықты ғой. Қошым ноғай ма? Иә, сондай. Авторын ұмытып тұрмын. Өте күшті, Жукованың негізінде жасалған. Енді әртүрлі кітаптар бар. Менің именно оқып үйренемін мына методикамның ерекшелігі, яғни бұл да баланың сауатын ашуға арналған құрал, иә? Мына 2 бөлімнен тұратын оқып үйренемін кітабының ерекшелігі, бізде дыбыс деген нәрсе бар және әріп деген нәрсе бар, иә, білеміз. Дыбыс пен әріптің қандай айырмашылығы бар? Дұрыс. Әріпті көреміз, жазамыз. Дұрыс. Яғни әріп бұл дыбыстың, біз А деп шығаратын дыбыстың таңбасы. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Қанша дыбыс бар? Қанша? Дұрыс, 37 дыбыс бар, иә? Соны қосам. Ыстық болмасыншы, бізге ыстық болып кетті. Ыстық ауа шығарып тұрма, или суық ауа шығарып тұрма? Вообще пісесіз бола ма? Жақсы, рахмет. Жіңішкелік белгісі, айыру белгісі, я бізде таңбалар. Яғни әріптер. Осы 5-еу, 37-нің мына 5-еуі, бұлар әріп, бірақ дыбыс емес. Дыбыс емес. Мыналар дифтонгтар деп айтамыз, қосарлы дыбыстар айтамыз. Яғни бұлар имен оның, имен удың, имен аның қосындылар. Ал мұна дыбыстар уже біздің 37 дыбыстың ішінде бар. Түсінікті ма? Қазақ тілінде 37 дыбыс. Енді 25-і бізде 25 дауыссыз дыбыс бар. Жоқ, бұлар дауысты дауыссыз деп бөлінмейді. Таңба болып, бұлар таңба ғой. Бұлар таңба. Бұлар дыбыс емес. Бұлар қосарлы дыбыс болады. 25-і дауыссыз. Мысалы, бізде мынандай дыбыстық талдау жасатамыз. А, ю дегенде. Біз сол кезде айтамыз. Дыбыстық талдау жасау деген кезде біз білеміз, ол жерде 3 дыбыс бар екен. 2 әріп, 3 дыбыс деп жазамыз. Фонетикалық талдау, иә. Бізде 25 дауыссыз дыбыс бар қазақ тілінде, 12 дауысты дыбыс бар. Осында 2 звук қана болады, иә? Жоқ, ю оларда да бар ғой. Ю бар емес па, оларда да бар ғой алфавитте бізде. Енді, мысалы, сонда мыналар вообще дауыссызға жатпай ма? Мысалы, аю деген кезде, а деген дауысты, ю деген дауыссыздың рөлін атқарады. Таңба әріп бұл. Жоқ, дауысты болмайды, олар ю әріп деп жазып қоямыз болды. Ю әріп деп қоямыз болды. Ол дыбыстық талдау жоқ, жасай алмаймыз оны. Оны жасай алмаймыз, ол әріп. Мынау десе, келсе подъезд, лагерь деп келсе, біз әріп деп жазып қоямыз. Болды, әріп, ол таңба. Оларды білемді, мыналарды білемді. Мына яны сұрап тұрдам. Дауысты қызымен дауыссыз көкпен белгіленеді. Мысалы, у әрпі дауыстыны да дауыссызда да атқарады, мысалы, у әрп, иә? Иә. Сол сияқты мыналарда бір жерде аю дегенде ю дауыссыздың рөліне кете ма деген. Жоқ, бұлар ондай болмайды. Бұлар әріп деп, кітаптарда әріп деп талданады. Қай жерде не болатын болса, бұлар әріп деп жазып қояды, дыбыстық талдау жасаған. Кейбіреулер осыларды қызымен белгілеп қойды, дұрыс емес. Мысалы, біреулер қызыл боямен белгіленіп тұрады ғой. Иә, дауысты дей салады. Бірақ мысалы, аю, біз білеміз, қазақ тілінде 2 дауысты қатар келмейді бізде. 2 дауысты тұратын сөз жоқ қой. Иә, буын құралы, сөз құралы үшін бізде дауысты жүру керек. Түсінікті ма? Сондықтан негізі біз енді мен филологияны оқыдым ғой, Казгуде өзім. Біз бұлардың бәрін бүйтіп жазатынбыз. А, и, а, ю деп жазатынбыз. Міне. Өйткені біздің қазақ тіліндегі мынаның дауысты болатын проблемасы, мынандай бізде нелер бар ғой. Мысалға, қандай сөздер бар? Ида, уда бізде
дауысты болады. Мысалы, сиыр дегенде. Ол нормальный. Мысалы, қазақ тілінде екі мынандай дауыссыз келмеу керек бізде. Екеуі де дауысты дыбыс қой. Киім, сиыр, тиын дегенде бізде ондай болмау керек. Екі дауысты ешқашан қатар. Сондықтан да бұл негізі баяғыда бет жазылған екен. Сиыр деп. Уже бұл кезде дыбыстық талдауға келеді. Сиыр деп талдай аласың да. Сиыр. Міне ю. Ю деп бөліну керек қой негізі. Дыбысқа бөліп шашып беретін болсақ, сосын ю деп айтпаймыз біз. Ю деген кезде ортада автомат түрде о деген дыбыс шығады мынаның алдында. Ю болады. Иә, енді біз онсыз да ю бізде и мен у деп жатырмыз ғой. Тек қана и мен у емес, ю. Өйткені кейбір мынау бізде жуан ғой, сондықтан ол жуан арада бізде удың идің алдында білінбейтін жуан жіңішке о ү дыбыстар кетіп қалады кейде, дыбыстар. Біз үстіп шашып тастайтынбыз. Сонда дұрыс шығады. Бізде көп проблема қазақтың фонетикасында ол бізде әріп дұрыс жазылмаған мына сөздер ше. Дыбыстық талдау жасауға келмейтін осындай сөздер бар. Сиыр болады. Сиыр деп айтамыз. Мысалы біз тиын деп айтқанда негіз біз былай айтамыз жазған кезде. Иә, біз сондықтан мынаны талдау оңай да. Біз мынаны осылай жазсақ, біз тиын деп талдай алатын едік. Өйткені мына дауыссыз. Біз оны тиын деп аламыз, талдай алмаймыз. Киім дегенде біз негізі былай айтамыз. Киім деп айтамыз. Киім. Түсінікті ма? Иә, олар дұрыс жазады. Өйткені қалай айтып жатыр, солай жазады. Түсінікті ғой, иә? Міне осылай проблемалар бар бізде. Енді, яғни мыналарды әріп деп қоямыз таңбада. Бастауышты бұны әріп дей саламыз. Бұл түсінікті ғой, иә? Сонда балаларға мысалға дауыссызға бөліп үйреткенде ю-ю-яны дауысты деп айтау. Жоқ, балалар, бұлар таңбалар, біз бастан үйретіп жатырмыз ғой. Бұлар білесіңдер, екі дыбыстан құралған. Қосарлы дыбыстар деп қояды бұлар. Қосарлы дыбыстар дейміз, бірақ бұларда екі. Сондықтан сендер дыбыстық талдау жасаған кезде, екінші сыныпта қазір дыбыстық талдау жасап жатыр балалар. Аю деген сөз келсе, бұдан айтасыңдар екі әріп, үш дыбыс деп айтасыңдар. Өйткені дыбыс екі. Түсінікті ма? Дауысты жуан, ю әріп деп қоямыз. Түсінікті ма? Мектепке дейін дайындап жатырмыз ғой балалар. Бұл уже екінші сыныптың программасы. Біз бұны да айтуымыз керекпіз ба? Или тек жоқ, қаттыға дауысыға түспей ақ қоямыз. Иә, бастысы балалар мыналарды білу керек та, бұлар таңбалар болғанмен. Иә, яғни мына менің кітабымның ерекшелігі дыбыспен әріпті бөліп алдық қой, иә. Мен дыбысқа мән беремін, әріпке емес. 37 дыбысты баланың құлағы 37 түрлі ести алуына, баланың жаңа айттық қой фонетика деп. Фонетика біз 5 сыныпта өтеміз, дыбыстарды зерттейтін ғылым деп. Яғни баланың фонематикалық есту қабілеті деген баланың дыбыстарды ажырата алуын мектепке баратын кезден қалыптастыруымыз керек. Өйткені дыбысты тани алу бұл интеллект емес, бұл физиология, анатомия. Сырттағы біздің дыбысты құлағымыз ести алу, ол баланың таза биологиялық, анатомиялық қабілеті. Сол үшін айналадағы, мен бірінші мектепке баратын, мысалы, Лысенконың курсын осы Алматы қаласына келгенде оқыдық, сол кезде Лысенко айтады. Бірінші балаға дыбыс туралы ақпарат беріңдер дейді. Әріпті айтпаңдар. Көп біздің бастау үшін өздеріңіз елестетіңіздерші, бізде түсінігімізде балаға мектепке дайындау деген кезде біз әріптерді алфавитті қойып қоямыз бірінші. Карточкаларды деген карточкаларды қойып қоямыз да, балалар біз бүгін деген әріппен танысамыз деп фокусты, акцентті біз көру арқылы жаттауға мән береміз. Таңбаға мән береміз. Бұл сыртқы формасы, ішкі мазмұны, мәнін бала жата алмаған. Ал қалай дыбысталуын анық ажырата алмаған кейін ол дұрыс оқи алмайды, дұрыс диктант жаза алмайды, проблема басталады. Баланың көру жады бізге қарағанда әлдеқайда жақсы дамыған. Оларына көрген нәрсесін сізден жақсы есте сақтап алады. Өйткені олар әлемді әлі оның миында сан, әріп, сөз, формула жоқ қой ақпарат. Ол әлемді тек қана символдармен, таңбалармен, түстермен танып келе жатыр. Оның миында сондай ғана бар. Сондықтан ол қызылдарды, дауыстыларды, қызыл, көк түсті дауыстыларды өте жақсы таңдап. Таңба ретінде ол таңдап тез сақтай алады, ода проблема жоқ. Мысалыға, балалар футболкасында ненің футболкасы бар екен бірдеңе өте күшті айтып жүреді ғой. Мен мән бермеймін да, олар иә, менің анандай футболкам ше, динозавр бар футболкам дейді да мен балам. Қай, ол өйткені соған мән беріп жүреді. Оған проблема емес, көру арқылы қабылдау. Есту проблема. Сондықтан да мен көп байқадым, мен бұны алдында айттым ба, 5-ші сыныптың оқушысы диктант жазып отырмыз орталығымызда осыдан 2 жыл алдым. Ұшақ десем,
апай сызғы бар ол ма сызғы жоқ ол ма деп сұрады менен. Иә, қазір көрсетіп. О шақ дегендегі о деген дыбысты құлақ ажыратып естіп тұрған жоқ. Ол примерно о деп дыбысталатын ұқсас дыбыс бар, біреуінің сызығы бар, біреуінің сызығы жоқ деп жаттап алған ғой. Көру арқылы ғана шы. Құлақ ажыратып саңылауы ажыратып тұрған жоқ. Уже проблема баланың фонематикалық есту қабілетінде. Обалы кімге? Жап-жақсы оқитын бала. Обал бастауыш сынып мұғаліміне. Баланың фонематикалық есту қабілеті дамыған. Ол диагноз емес, ол нарушение уже. Методикадан кеткен қателік. Түсіндіруден балаға. Сол үшін де бірінші мен осыны бастауыш сынып мұғалім болмасам да мен баламен жұмыс істеуде түсіндім мен. Бірінші баланың саңылауына 37 түрлі дыбысты 37 түрлі құлақ ести алатындай ашып берсам ең күшті нәрсе осы. Иә, менің тілді білетінім осы жерде. Болды да енді дыбыстың қаншалықты қажет екен әріптен де ма. Сондықтан жаңа Лысенконы оқыған екенде ол айтты, бірінші әріптер туралы мүлде ақпарат бермейміз. Балалар деп әртүрлі дыбыс шығарасыңдар деді маған. Есікті ашасың, жабасың. Не естіп тұрсыңдар? Дыбыс естіп тұрсыңдар әртүрлі. Даже сөйтуге де болады. Иә, құлақты барынша жұмыс істету. Яғни сендер оны немен естіп тұрсыңдар? Сендер құлақтармен естіп тұрсыңдар. Демек біз дыбыстарды айналада құлағымызбен естиміз. Енді дәл сол секілді біз ішімізде неше түрлі дыбыстар шығарамыз балалар. Сөз айту үшін мен әртүрлі дыбыстар шығарамын. Оның біреуі созылады, біреуі созылмайды деп осылай дыбыс туралы ақпарат беремін. Әріпті әлі көрсеткен жоқпын, балалар білмейді ештеңе. Енді мен қазір оның ішінде мысалы созылып әндетіп айтылатындар болады. Айтқызам. Деп. Ал енді кейбір дыбыстар болады. Не тілім, не кедергі шығып қалады. П деп айтпаймыз. Оны вообще қоспаңыздар. Балалар содан шатасады. Деп айтамын. Бала негізгі дауысы есту керек. Сөйтіп осыны үйреткеннен кейін барып, енді мен қазір балалар дауысымды шығартпай, менің аузымның қимылына қарап, қандай дыбыс айтайын деп тұрғанымды айтыңдаршы деп. Сіздің аузыңызды бағып тұрып айта алу керек. Мысалы, мен айтамын. Деген сияқты. Яғни бала осылай айту керек, уже тани алу керек, жестпен дұрыс. Үшінші нәрсе айтамын. Балалар, енді мен бір сөз айтамын, сендер осы сөзден деген дыбыс естіп тұр ма құлақтарың деп айтамын. Мысалы, орман деп әдеге сөз айтамын. Ананың құлағы ести алу керек. Ол өте проблема, көп балалар білмейді. Күнделікті өмірде бала орман деп сөйлей береді, ол олардың дыбыс екенін түсінбейді. Есік естіп тұрсың ба? Деген дыбыс бар ма жоқ па? Ойланып отырады олар. Апай не айтып жатыр деп ше. Яғни бала сөзден сол дыбысты ести алғанша мен баланың фонематикалық есту қабілетін дамытумен бастапқы 2-3 сабақ соған арнайы мектепке дайындықта. Түсінікті ма? Енді балалар кез келген бір сөзді айтыңдар да, екіншілерің айтыңдар. Қандай дыбыстан басталып тұр? Мысалы, қасық қандай дыбыс? Соңында қандай дыбыс тұр? Басында қандай дыбыс тұр? Қандай созылатын дыбыстар бар? Бәрін біз басында балаларға дыбыс туралы түсінік қалыптастырғаннан кейін барып, мен басында мынандай ертегі шығарып қойғам. Енді сіздер білесіздер, мектепке баратын балалар, олар ойын баласы. Қиял әлемінде жүрген балалар. Оларға мен қазір таза ережемен түсіндіретін болсам, олар түсінбейді. Ереже мына жақта тұр, мен мына жақта тұрмын, бала мынау тұр. Мен ережеге былай тіке өтіп кетсем, балалар дауысты дыбыстар болады. Созылатын дыбыстар, дауысты дыбыстар дейміз. Немесе дыбыстардың таңбасын біз әріптер деп айтамыз десем, олар түсінбейді. Мен былай барам, баланың миындағы бар ақпаратпен барам ана жаққа. Баланың осы уақытқа дейін миында. Сондықтан сіздерге лайфхак, жалпы инсайт, жаңа бір тақырып, бала осы уақытқа дейін естімеген бір жаңа ақпарат айтайын деп тұрсыз ба балаға? Мысалы, көбейту кестесін өтейін деп басталады, сан туралы түсін. Әйтеуір бір жаңа тақырып өтейін деп жатқан кезде, бала оған дейін ол туралы естімеген, не істейсіз? Так, бұл туралы бұған ұқсас баланың миында қандай ақпарат бар осы уақытқа дейін? Сонымен шығасыз. Өйткені баланың миында ассоциация бір картина тұру керек, ананы айтқан кезде. Ол абстрактылы нәрсе болайын деп тұр ғой қазір балаға. Сонымен салыстырып оғу арқылы түсінген кезде ғана біз ол туралы түсінік қалыптасады бізде. Түсінікті ма? Сол үшін мен ертегі шығарып қойдым. Балалар баяғыда әлі адамдар сөйлеуді білмеген кезде бір-бірімен ым-ишара осындай дыбыстармен сөйлескен. Мысалы, ер адамдар аң аулауға шыққан, әйел адамдар үйінде тамақ істеген. Сол аң аулауға барғанда, мысалы, қорбаң деп қорбаңдап аю дыбыс шығара ма? Олар бір-біріне десе аю келе жатыр деген сөз. Немесе деп айтады. Не олайды бізде? Қасқыр, деп осылай ұлиды. То есть, өстіп айтып,
балалар дыбыс енді жақын маңдағы аңдар таусылып, адамдар жағы алыстан аң аулауға кеткен кезде, бірін дауысын ести алмайтын кезде, бір-бірімізге қалай хабар береміз? Мына жақта қауіпті аң бар деген кезде, жоқ, жаңағы осы жерде таңбасы шығыпты. Енді біз жаңағы аю бар мына жақта, деп айтудың орнына мен ағашқа сендерге бүйтіп таңба қойып кетейін. Сендер түсініңдер, мына жерде аю бар екен. Немесе қасқыр бар болса, мен деп былай бір-бірімізге жазатын болайық. Сендер түсініңдер, мынау қасқыр бар деп. Осылай дыбыстардың таңбалары пайда болыпты деп айтсақ, балалар уже түсінеді. Демек, біз бір-біріміздің дыбыс естімейтін кезде, қажет емес кезде біз көреміз. Яғни сен мынаны біз демек әріптен естіп, бұл таңба деп, әріп деп аталады. Біз бұған қараған кезде сол дыбысты шығаруымыз керек деп айтамыз. Осылай балалар дыбыс пен әріптің айырмашылығын біледі. 2-ші, 3-ші сыныпта келетін оқушыларды әдеге сұраймын. Дыбыс пен әріптің айырмашылығы не деп? Дыбыстарды біз не естиміз? Олар білу керек уже, түсінік қалыптасу керек, әріптерін естиміз. Дауысты дыбыстар, дауыс, оны білмеген бала дұрыс буынға бөле алмайды. Уже ол деп дұрыс буынға бөле алмай, оқу жылдамдығы өспей, оқу техникасы қалыптаспаған балалардың ең үлкен проблемасы дауысты дыбыстарды ашады. Жалпы дыбыс деген нәрсені білмейді. Түсініңіздер ме? Сол үшін осыдан бастап үйретемін мен. Даже 2-ші сыныпта да оқыса да қысқаша айтып жіберемін, көрдің бе, айырмашылығы бұларды біз көреміз. Ойлайды. Вот сол үшін ереже емес, ертегі балаларға кез келген нәрсені ертегімен түсіндірген өте оңай. Бір әңгіме құрастырып жүрген соған байланысты ше. Сондықтан да енді ары қарай жақсы дейміз, енді деген дыбыс міне. Ертегіні айтамыз, енді деген дыбысты бастаймыз. Мынаның бәрі сіздер сөйлейтін нәрселер. Балалар дыбысы созылады, алдындағыда айтқандай. Біздер бұны дауысты дыбыс деп айтамыз, біз бұларды. Сосын енді біз дыбысын айтқанда аузымыз ашылады, созылады, көріп тұрсыңдар, иә? Тіліміз арт жақта тұрады, айтып көріңдерші, бірге бәріміз айтамыз. Деп айтамыз. Тіліміз сәл арт жақта тұрады. Созылады, жақсы өтіп алды. Енді 2-ші мен ертегіне деген дыбыс өтеді. Яғни осыған ұқсас бізде дыбыс. Балалар бізде сауат ашу басқа кітаптарда басқа жақта, басқа жақта айдалада болғаннан кейін де біздегі ұқсас, жуан, жіңішке дауыстыларды балалар шатастырады. Есік десе есік жазып қоятындар. Аны әмен, оны өмен, оны өмен шатастыратын проблемасы сол. Олар әлі екеуін ажырата алмайды. Сонда кез келген нәрсені ажырату үшін екеуін былай қатар қойып айтасыз. Мына екеуде маркер, бірақ мынау жасыл, мынау көк деген секілді қатар қойып салыстырған кезде балалар шатастырмайтын болады. Сол үшін мен екеуін қатар қойдым да. Балалар, кеше біз деген дыбыс өттік қой, бұға ұқсас дыбыс өтеміз. Екеуі бірдей дыбысты алу, екеуі де созылады. Екеуін айтқанда да менің аузым ашылады, бірақ бір ғана айырмашылығы бар деп айтамын. Қандай айырмашылық бар жіңішкеде? Дегенде бір ғана айырмашылық бар. Біздің неміз қозғалады? Дұрыс, тіл ғана қозғалады. Біз оны дұрыс 5-ші сыныпта фонетикада біз өтеміз, дыбыстар зерттейтін ғылымда. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке болып бөлінеді деп айтамыз. Яғни тілдің қатысына қарай. Бұл жерде тіл ғана қозғалады. Жуан дауыстыларда тіл артта тұрады, жіңішкені айтқанда тіл алдыға келеді. Бәрін айтып көрсеңіз, жіңішкесінде тіл тістің артына келіп алады. Болды, сол ғана. Енді сендер өздерің апай диктант айтып жатқанда шатасатын болсаңыз, өздерің айтып көріңдер. Теш дегенде сен тілің қайда тұр? Айтып көресің. Демек ол жіңішке болады. Аға дегенде қай жақта тұр? Соны. Түсінікті ма? Сондықтан бала әрі дұрыс дыбыстау керек. Кейбір балалар өтік деп, не емес, не емес қылып айтады дыбысты. Дұрыс шығара алмайтын балалар бар. Сондықтан айтамыз. Дегенде уже біз логопед дефектологтың да жұмысын істейміз бұл жерде. Сөйлейтін балалар өздері қалай айтып, тура солай жазады. Өйткені құлағы солай естіп тұр ғой, сол дыбысты құлақ қалай естеді. Мәселе бала сол дыбысты дұрыс шығару маңызды. Ол жаққа естіп шығарып аламын ғой. Мынаны білмей тұр ғой. Терең дем алып тыныс алу өзі. Тыныс алу жаттығу да өте маңызды, дұрыс. Яғни түсініңіздер, дауысты өткеннен кейін енді буын құралу үшін бізге бір дауыссыз керек. Дауысын мына деген дыбысты қостым да, мен уже 3-ші сабақта бала бүйтіп оқи алады. На деп. Енді бір сұрақ сіздерге. Оқу деген үйреніп келе жатқан балаға, мысалы Б, А, Л, А.
бала деп оқытқызу дұрыс па дұрыс емес па? Жоқ. Неге дұрыс емес? Бірінші бала бір буынды сөздерді оқымай, тақылдап тұр. Көп байқаймын мен. Рилстарда, орталықтарда оқытуға баланы үйретіп жатқан. Давай кеттік оқимыз. Ата, кеттік келесін оқы, мысалы, ту депші, сан деп. Иә, қайталау болмайды. Дұрыс, бұны регрессия деп айтады. Керемет. Демек, осы өте маңызды. Енді қосып, бала бүгін аны ертең тыны өтсе де қосып оқи алу керек екеуін. Ат немесе та деп оқи алу керек. 5 пен 6 жастағы балаларда проблема мынадан болады көбіне. Зеркальный оқып кетіп жатады. Ат дегенді та, аш дегенді ша деп шатастырады. Иә. Өйткені оларда әлі кеңістікті бағдарлау қалыптаспаған. Пространственный восприятие. Бізде білесіздер, барлық нәрсе солдан оңға қарай болады. Оқу да, жазу да, санау да, есеп шығару да әлі сол қалыптаспайды балада. Яғни, мынау емес, мынау. Менің балам алдында жаңағы 20-ны 0,2 деп айтатын да. Яғни ол әлі мына реттілікті түсінбеді. Сондықтан олар аш, ша деп та көрініп кете береді. Мына порядок қалыптаспады, кеңістік дұрыс бағдарлау. Сол үшін мен айтам, бірінші қандай әріп көріп тұрсың, соны анаған қарама әлі. Бірінші көріп тұрған әрбіңді дыбыстың шығарып баста. Ш көрдің, ш одан кейін барып ананы айт деп айтам. Сондықтан да сіздер бірінші дыбысқа мән бер деп айтасыздар. Бірінші көріп тұрған әріпті ол айт бірінші. Депші, мына жақтағы бірінші, ама уже аузыңды дайындап, соған баста аш, немесе бірінші қандай ша деп осылай оқытамыз. Сосын қайталай оқу өте қате нәрсе. Көп балалар өйстіп бала деп оқиды ғой басында үйренген кезде. Сосын ол кейін уже буындап, сөзді оқып кеткен күннің өзінде мынау әдет қалқалады, көз артқа қайту деген. 3-4 сыныптың өзінде балалар мектепке деп бір сөзді 2 рет қайталайтын. Норм деп ойлап қалады. Иә. Ал мысалы көп бізде білесіздер мектепте минутқа оқытады. Демек минут кетіп жатыр. Бала бір сөзді 2 рет қайталап жатыр. Ол оның орнына басқа 2 сөз оқып қоя алатын бала негізі. Әдет қана оған кедергі болып тұр. Оқи алмай жатқан жоқ. Мына баяғы әдет қалып. Соған қайталамау үшін бізде крокодил деген әдіс бар, немесе айдаһар деп айтам. Мынандай мысалға бір қағазды ораймын да, айдаһардың суретін саламын да, оқыған сөздерін жауып отырамын былай. Оқыған мәтінін, буынын былай жауып отырамын. Иә, мысалы түсініңіздер ғой, иә? Сіз оған қайталама, қайнама деп айтсаңыз тағы да жаңағыдай сол үшін ойын ойнаймыз. Давай крокодил ойын ойнаймыз. Мен мына жерге былай көзінің несін салып қоямын да, мысалы крокодил деп ойлайды, давай, қарны ашып тұр. Жегісі келіп тұр, мысалы тістерін салып қойсақ болады. Крокодил, и мына жерін 3 бұрыштап не істеп қоямын да, давай. Бастаймыз. Крокодил әдісі. Мынау жейді. Мысалы бізге қай мәтін бар, оқып үйренемін деген болса, немесе мынаның соңындағы бір мәтіндерді оқу керек болса, бала несі қайтатын болса, яғни бет жауып отырамын да. Мынаны жауып отырамын ғой. Мынамен ше. Ол қазір пока маңызды емес, оның қазір регрессиясын жоюымыз керек та, яғни ол қайталап оқымау керек. Щетка, монтер деп. Әсіресе мынандай кәдімгі мәтіндер бар ғой. Мәтінді оқитын балалар болады ғой кәдімгідей. Соларда. Иә. Иә, мысалы, иә, бүйтіп уже бүйтіп жауып отырамын да былай. Бір жағынан бұл оқу жылдамдығын да атырады баладағы. Мына қарны ашып жатыр, тез сені уже жеп қояды, иә, жылдамдық қосылады десең, анау тез оқиды, и көзі тек алға қарай жүреді. Вообще регресс, бұл диагностикада бірінен уже регрессиясы бар бала, айтамыз ата-анасына, балада регрессия бар. Қайталап оқып жатыр бір сөзді, минут. Даже сондай мұғалімдер бар, минутқа оқығанына бағалап жүреді, 90-дық бағалап жүреді. Иә? Барлық жағынан жақсы, бірақ ол бала не үшін оның жылдам оқи алмаудың 7 кедергісі бар. 7 ма, 6 ма кедергісі бар. Мен кітапта жазып қойғам. Қайталасы мен ойлап отыратыным бұрында. Енді біз бастаушылардан кірген комиссия құрамына кірген кезде, мына бала 1-2 рет қайталады, 2 сөз деп сынау керек шығар. 2 рет қайталады, 2 ішінде не істеу керек деп. Міне. Ойланасың ба? Жылдам оқуға кедергі болады. 6 себеп. Мына оқу техникасы 3 деген кітаптың ішінде тұр. Осы жерде міне. Бірінші жалпы табиғи баяу балалар болады. Өзі жаратылысы баяу. Дүние төңкеріліп жатса да ол өзі асықпайды. Ол баланы асықтырудың қажеті жоқ. Егер тез десең, ол тұтықпа пайда болып кетуі мүмкін, агрессия пайда болады балада. Керек емес негізі. Ол демек оның өзінің мінезі сондай, ол түсініп оқыған жақсы көреді. Содан рахаттанып, ләззат алып оқыған жақсы көреді.
оған бұл жерде жылдамдық маңызды емес, ол түсіну саналы түрде сол маңызды болатын балалар болады, мінезі де сондай болады. Зейіні төмен бала жылдамдығы өспейді, фокус зейін өте керек. Сөздік қор, орыс тілді бала тез оқи алмайды деген сияқты, сөздік қор аз бала. Регрессия, қайталай оқу, артикуляция, бір балалар болады, сіздің үнсіз айырмашылық, логика, шу дегеніз тарс. Мәселе оның жылдамдығында болып тұрған жоқ. Бәр нәрсені бірақ минутқа өте баяу оқиды. Не үшін? Элементар мынау дыбыс аппараттары бар ғой, іштен сыртқа дыбыс шығаруға үйрететін тіл, тіс, мынау таңдай, жақ, ерін, осылар баяу қозғалады бұлшық ет. Артикуляция өте төмен. Сондықтан оған артикуляциялық жаттығулар жасатамыз, иә? Мысалы, неше түрлі бар ютубта артикуляциялық жаттығу десе. Бірақ мен өзім ең өзіміздің ауыз әдебиетіміздің үлгісі жаңылтпашты. Жақсы, жаңылтпаш тілді күшті түсіндіреді. Сол үшін бізде сіздерде қосымша материалдар деген папка беріледі. Сол жерде жаңылтпаштар деген 10 жаңылтпаш бар. Мен соны беріп тастаймын. Келгеннен барлық балаларға үйде ата-аналар чаттата беріңіздер, күнде бір жаңылтпаш біз айтамыз. Үй тапсырмасы ретінде басында соны да беріп қойсаңыздар болады. Сонымен біз уже бір айдан кейін балалармен 10 жаңылтпаш күнде, давай 5 минутта кеттік жаңылтпаш дейміз да, қолымызды өйстіп аламыз, тез айта аламыз, кеттік жаңылтпаш. Жаңағы тез доп деп сол жерде 10 жаңылтпаш мен де жаттап алғам. Ойым барды, ойналмастан ойын қалды, орындалмай ойымда, ойылмады ойда, ораша қалақпын ба, ойылмадым, асан бақшысына асып алса, басқа жақтан басқа келді деп. Сол жаңылтпаш қаншақты бала жаттайды, жаңылтпаш біледі, тез айтады. Оқу жылдамдығы автомат түрде өседі. Мынау бас бармақпен сұқсасақ, мынаны былай, иә? Жоқ? Мынаны енді так, былай. Енді ананы мынаның үстіне мынаны қойыңыз. Жоқ, мынаны қойыңыз да. Енді ана екеуін жіберіп, қайтадан былай қояйық. Мынаны былай, мынаны былай. бас бармақпен сұқсаса қойылады да. Иә, оп-оңай ғой. Иә, осылай. Ана қоян былай айтшы, кешкісін жасап жатқан ғой, таңертең тұрсам жасаймын. Иә, өйткені біздің өзіміз жасап алдым деп бүйтіп жатқан кезде таңертең тұрып жасай алмаймын. екі жақты миымыз бір-бірімізбен әлі үйлесімді түрде жұмыс істей алмайды деген сөз ол. Біздің оң жақ миымыз шығармашылық ойлау, иә? Сол жақ миымыз нақты ғылымдарға жауап береді деп айтамыз ғой. Гармонизация жоқ деген сөз. Өйткені біз мынаумен байланысты болған кезде біз любой жаттығуды 2-3-тен кейін гибкий жасай алсақ, демек біздің гибкость мышления жақсы деген сөз. Сол үшін де біз мысалы сіз білетінде мен жасай алмауым мүмкін, да? Жоқ, керісінше бұл оңай ғой, сіздің қазір жасап жатқаныңыз оңай. Екеуі бірдей қойған. Негізінде былай болу керек міне. Мына қол басқа жасау керек қой. Екеуі екі түрлі жасау керек. Я немесе былай бар, иә, мысалы бұрын құлақ былай жасаймыз. Осылардың барлығы негізі өте пайдалы. Түсініп жатсыздар ма? Жасап аламыз, иә. Міне осындай жаңағыны. Жаңылтпашты осылай айтуды мен Васильевадан Екатеринбургтан көріп келдім. Жаңылтпашты олар именно өйстіп айтады. Демек мынау да пайдалы болып тұр ғой, иә. Скороговорки олар қатты айтады. Олар өте маңызды біліп тұр скороговоркидің қаншалықты. Оларды көп қой еще орыстарда. Олар мектепте де өте көп айтады. Енді біз жаңылтпашты насихаттау өшеден басталады. Яғни ол артикуляция, түсініп қой. Шектеулі қамту аймағы, яғни көздің көру аймағы кішкентай болса, тар болса, бір ғана әріп былай көру ойласа, ол жай оқиды, естественно. Осылай. Енді мына жерде сөздік қор деген нәрсеге келейік. Лексикон, яғни баланың сөздік қоры аз болса, багажында сөз аз болса, баланың сөйлемейтін бала болса, бір сөз айтқанда, ол оқи да алмайды. Өйткені әдіскерлер айтады, алдымен баланы оқытпа, сөйлет деп. Мектепке дейін біз баланы барынша сөздік қорын бай қылып, ауылға апарып, ауылдағы қора малдар, өсімдік жануар, тау. Ауылда өскен баланың ой көкжиегі мен сөз көкжиегінің кең болатын сол. Олар мектепке барғанда да қиналмайды сөйлеуден, басқадан қиналса да сөзден сөйлеуден қиналады. Біздің балалардың, қаладағылардың сөйлеуден қиналамыз біз сол. Көп сөз жоқ, мына кітаптағы сөздерді біз білмейміз. Біз жаңа айттық, біздің оң жақ миымыз сурет, сол жақ миымыз сөз деп. Мысалы мен қазір сіздерге аю деп айтсам, сіздер қорбаңдаған жануар, мына жақта картина шықты, сіздер біліп тұрсыздар аю деген сөздің мағынасын. Кез келген сіздің сөздік қорыңыздағы бар сөзді айтқан екен де, сіз мені түсініп отырсыз. Мәтінді дәл солай түсініп оқисыз. Асан бақша жақтан Ақсабақ Асқабаққа келді. Түсініп тұрсыз, Асқабаққа келіп жатыр Асан. Басқа жақтан Басқарақ Асқабаққа келді. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай.
мажай қыз түсініп тұрсыз иә. Ал енді мен қазір сізге бір түсінбейтін сөз айтсам, мысалға қандай сөз бар? ағылшынша бір сөз айтып Ағылшын, қытайша немесе бір термин бір сөз айтатын болсам, жабағы дейтін болсам, мысалы қазақтың бір көне сөзін айтсам, тулақ деп мысалы өткенде еңлік айтты ғой, тулақ деген. Білмейтін болсаңыз, сіз мына жақта картина жанбай қалды. Не еді ол? Тулақ деген жануар ма еді? Или уже ойлап кетесің, музыкалық аспап па еді? Не еді деп ше? не олар Тулақ деген тері екен. Жылқының терісі кәдімгі. Ана жаңа дефектолог еңлік келеді айтпақшы қазір иә. Сол еңлік орталығына тулақ кілем сияқты төсеп. Өйткені баяғыда дән ашаршылық заманда бүйтіп дән шашып жіберіп, байғұс балалар бүйтіп дәнді теріп, сол тулаққа шашып жібереді екен да. Сөйтіп жеген ғой енді. Әйтпесе бір адамға жүрсе көбірек уақыт өткізеді. Және анау іздеп отырады, ол балаға әр денесіне пайда, әр қолына моторика деген сияқты. Сол тулақ төсеніш іздеп жүрмін деген орталығына. АФК орталығына. Илеп па? Киіз ба? Ол бөлек, ана тулақ өзі бөлек екен. Тері ғой, тері ғой. Ешкінің терісін илеп. Иә, сол. Оның іші арнайы илеп, кептіріп, жуып сөйтіп дайындайды екен. Төсенішке дайындайды оны. Көрдіңіздер ма? Міне, қаншалықты сіздің сөздік қорыңыз бай, сіз оқыған мәтінді елестетіп тұрасыз. Не туралы болып жатыр. Сондықтан баланың әлі сөздік қоры аз бала оқып келе жатыр, бір уақытта бір сөз оқып қалды, жаңағыдай тулақ немесе революция деген сөз оқып қалды да, ол мына жақта картина жанбаған кезде бала тоқтап қалады, буксовать етіп деп ше. Өйткені біз оқып жатырмыз деп ойлаймыз ғой, иә. Мәселе тек қана біздің оқу техникада емес, түсінуіміз. Біз елестетіп жатырмыз, сол үшін біз тез ырылдап кетіп жатырмыз, ойымыз, жүйрік анам елестеп кетіп жатқанда біздің тіліміз автомат түрде кетіп қалады. А біз мына жағымыз елестете алмай ма, кіре алмай ма мына мәтінге, біз техникамыз тоқтап қалады. Мысалы мен элементтерін жаңағы орыс тілі мен қазақ тілі екеуі таңба бір. Кириллица ғой, керісінше бізде қазақша қ деген дыбыстар орыс тілінде жоқ. Яғни мен қазақ тілінде 200 сөз оқысам минутқа, мен орыс тілінде де 200 сөз оқуым керек. Бірақ мен орыс тілінде аз 100 оқимын 1 минутқа. Неге? Өйткені мен түсінбеймін орысшаны. Мен сөздік қорым аз ол жақта. Түсінбеген нәрседе жылдамдық өспейді. Дәл сол секілді балаларда, орыс тілді балалардың проблемасы сол, олардың техникасында болып тұрған жоқ, олар түсінбей жатқан кейін жылдамдық өспей жатыр. Тоқтай береді. Түсінікті ғой? Иә, сол үшін де сіз ана келген кезде байқайсыз. Мысалы, көп ата-аналар ойлайды, мен балам орысша сөйлегенмен бұл не үшін оқи алмай жатыр минутқа? Ол деген вундеркинд қой, барлық сабақтан күшті біледі деп ше. Иә, бәрі бір әріп қой, неге оқи алмай жатыр деген кезде, мәселе мына жақта картина жанбай жатыр ода. Түсінікті ма? Соны айтасыз. Сол үшін көп сөз білу керек, багажында сөздік қорын дамыту керек бірінші. Жаңағы айтқандай, иә, сіздер үйлеріңізде өздеріңіз орысша сөйлейсіздер, мен осы жерде қазақша болмайды. Қазақ баланың құлағына көп кешке дейін ести беру керек қой қазақша сөздерді. Айту керек, есту керек. Бағанағы ағылшынша listening, reading, writing дегендердің барлығы 5 сезім мүшесі арқылы есту керек қой ол ше. Қазақша нәрселерді. Мысалы, сырмақ па? Сырмақ көрсету керек, ол тек қана сырмақ деп оқса түсінбейді, ол суретмен көріну керек. Ананы көру арқылы да сипап ұстап көру керек, қатты ма жұмсақ па, солай арқылы бүкіл сөздерді барынша көп тану керек. Мен даже қазақ тілді балалардың өзінде, ауылда тұратын балалардың өздерінде сөздік қоры өте төмен қазіргі балалардың. Мен өзім балам жақында Нарынқолға бардық. 2-ші сыныпта оқиды ғой. Мен өзім ауылда өскендіктен ойлаймын. Хотя мен мұғалім болсам да мен ойлап жүрмін, мен балаларым жануар, картоп қатты жат емес қой деп жүрмін, өзіме ұқсатып жүрмін. Көрдіңіз бе? Менің өзім қателік. Мен барғанда ана қорада ат тұр, Нарынқол жақта енді жылқы бәрі, қой, тауық жүгіріп жүреді. Мен балам аналардың даусынан шошып, 2-ші сыныпта оқитын балам. Жабайы болып кеткен соншалықты қашып жүр ғой 10 метрден. Атты көріп қашып, сиырды бұзаудан қашып. Мен ол барып шөп беру нормальный нәрсе деп ойлаймын да, мен көрдіңіз ба? Оған анау басқа әлем таңсық дүние болды ғой. Тауықтан қашып, даусынан қашқанда, ойбай дедім ғой. Таза жабайы болды, орыстың баласы. тек магазинде сатады деп ойлайтындар бар. Иә, сөйттік та әпкем, оларда картоп бар ғой, картоп қазып алып кеттіңдер деді, картошка қазып. Айттым, жол екеуіме, ана апар картошканы көрсін. Таң қалып жүр дейді, картошка үстінен астында өсемін деп қазып, қолмен топырақты сезініп, салып, міне осы нәрсе керек, негіз балаларға. Бізде осы нәрсе
тек қана кітаппен бір ғана көз арқылы қабылдау ол қанағаттанбайды, бала оны ұмытып қалады. Мектеп кезінде сұрақ қойған ма психолог? Қалай дейсіңдер, анамыз ағаш төсеме, жер төсеме дегенде бәрі ағаш төседі деген зат. Ананасты. Бесецкий Ананасты. жер төседі ғой. Жер төседі екен. Кейін біліп жатыр ма мектепте солай біле қоймаймыз. Төртінші бесінші класс Банан ағаш төседі. Сол ғой біз көрмегенбіз, көрдіңіздер ма? Сол үшін елестете алмаймыз. Елестете алмаймыз. Балалардың да сондай көп елестете алмаған екен да, картина ана жағында жоқ болған екен да, олар оқу жылдамдығы өспейді. Сол үшін сіз бірінші, сосын былай айтады, жалпы мықты әдіскерлер, орыстың әдіскерлері, енді жаңағы подкасттарын нелерін тыңдасам, баланы бірінші оқыған кезде мәтін біз минутқа оқытамыз, ол кезде оның таза оқу жылдамдығы көрмейді дейді, есептелмейді дейді. Өйткені біз үлкендер оқып жатып түсіну бізде бірден өтеді, екеуі. Оқу түсіну этапы бірден болады да. Ал олар бірінші оқып танысып алып, одан кейін барып түсінеді мәтін. Сондықтан бірінші танысу этапы болады, ол оқып алады да, енді келесі сол дәл мәтінді екінші рет уақытқа оқығанда оның таза жылдамдығын есептеуге болады деп айтады. Түсінікті ма? Дайындау деп айтады. Сондықтан бірінші бір қарап дайындалып ал, иә, содан кейін бар. Немесе даже минутты қойып оқытудан кейін екінші минутта қойған жылдамдық таза жылдамдығы деп есептеледі. Өзімнің қызым да тақпақ жаттап ойналады. Бір 4 жыл тақпақты бар ғой, 2 сағат жаттап. Вот. Енді тақпақты біз кітаптан оқу арқылы, көз арқылы жаттаймыз және есту арқылы жаттаймыз. Осы жерде баланың екі түрлі жады пайда болады. Және жаңағы айтқандай сөздік қор, ол тақпақтағы мәтін баланың сөздік қорында жоқ болып түсінбей жатса, сол үшін айтады ғой, мысалы тақпақты жаттатқанда сурет арқылы жаттату деген сол бізде мнемотехника деген кітабымен ана пайда қалып кетті. Сол сурет арқылы жаттатамыз. Жағажайда жағалай жүгіреді, мысалы жүгіріп бара жатыр, қамажай деген сияқты қыздың сурет. Яғни бала визуалды түрде тақпақты может суреттермен көрсетіп қойыңыз, бет-бет картинамен. Байқадым қызымнан. Өзінің дауысын өзі естіп отырып, айғайлап отырып жаттаса жаттай алады. Демек, құлақ арқылы жаттау ыңғайлы ода. Сосын мен ана бөлмеге кірді, айғайлап жатта деймін. Сосын жаттайды, әйтпесе абылай отырып кетіп оқыса, отырады соған қарап, отырады, қайталансаң да қайталамайды. Өзінің дауысын өзі естігенде ғана жаттай алады. Мен минутқа оқып қысқан кезде көресің, дауысын шығартып оқытам да, балалардың ше. Қатты шығар дауысын естімей тұрып сен естіп отырасың. Так, қандай сұрақ бар? Мадина апай, сізден бастаушы мұғалімсіз балаға сабақ беруші ғой, сіздің қандай тірек қалатын, кейде осы ойланып қалатын балада тәжірибеңізде қандай сұрақ бар сізде? Осыны қалай үйретсек болады? Әріптен бастап балаға нөлден бастап үйреткенде мынандай болса қалай болады? Мынандай балалар сұрақ қойыңыздаршы, сұрақ. Мен телефонды алсаңызшы. Алсаңызшы. Біз бұрын 42 алфавит деп жаттадық қой.